10 минуттай отырған шығармыз әңгімелесіп. Осыған дейін де бірнеше отбасыларды көріп жүрміз. Мына жерде айтатын ештеңесі жоқ сияқты менің ойымша. Қызғалдақ, Айзере, сіз несіңіз? Қарқат. Жасың нешеде? 15-те, 16-да, ноябрьде. Осы ауылда оқисың, сен неше оқисың? 2 оқимын. 2 оқисың ба? Мамаң қайтыс болғанда қанша болды? Июльдің 20-сы. Қыста суық па мені? Не, ызғар болды. Мама қайтқан кезде Айзере енденді сөйлеп, енден жүріп сөйтіп жүрді. Енді мама деген сөз басынан бастап біліп ке жатты ғой, енден тіл шыққасын. Мені көп көреді, қасында жатсам, тұрсам, мен қасында жатады түнде, күндіз қасында жүрем. Мен уже мама деп ойлап қалған. Мама деп жүрді. Басында енді тек бір-екі сөзге тілі келіп сөйтіп жүрген кезде мама деп мен айтады. Мен көрген кезде мама деп. Мама деген кезде қандай сезімде боласың? Барлығы түсінікті сияқты. Сол қолдан келгенше бәріміз атсалысайық.